2021 жылдан бастап отбасы хрестоматиясы ұжымы қазақ мемлекетінің қалыптасып орнығуына өлшеусіз үлес қосқан тұлғаларды насихаттауды қолға алды. Тізімде Қаныш Сәтбаев та бар. Бірақ ұжымда Қаныш жайлы жарытып білер адам жоқ. Сол үшін Медеу Сәрсекенің «Қазақтың қанышы» деген еңбегін оқыдым. Кітапты біткенше бірде сүйініп, бірде күйініп, екіұдай сезімді бастан кештім. Бұл ақпаратты неге ертерек білмедім деген уайым да өзекті өртеді. Сөйтсем, жалғыз мен емес, ғылымға тікелей қатысы бар кісілер де Қаныш жайлы жарытып білмейтін боп шықты. Бақсам бақа екен дегендей, оның сыры кітаптың соңғы жағында мәлім болды. Билікті уысында ұстаған Қазақ СССР-ның орталық комитеті Қанышты халық жадынан өшіруге мүдделі болыпты. Қаныштың ісі мен ерлігін дәріптейтін кез келген кітап не деректі фильм орталық комитеттің қарсылығына тап болып жойылып отырған. Автор бұл тақырыпқа тереңдеместен шындықтың шетін жылт еткізеді де әрмен қарай кете береді. Әуелде ол заманда Қазақстанда дербес билік жоқ, СССР құрамында Қаныштың есімін өшіруге Мәскеуден нұсқа түскен деп ойладым. Сөйтсем, Қаныштың аруағына жасалған қиянатқа Мәскеудің қатысы жоқ екен. Бұл масқара оқиғаның бәрі Алматыдағы орталық комитеттің дәлізі мен кабинетінде өткен. Оқиғаны әндете зерттеп, түпкі себебіне үңілсең, жай ғана пенделік фактор. Жекелеген субъектілердің бақталас, күншіл, іші тар, көре алмас мінезі әруақтан аттауға дейін алып барған. Осының кесірінен қазақтың кейінгі толқыны, яғни біздер ғажайып идеалдан көз жазып, нағыз ғалым мен ғылым туралы түсінік қалыптастыра алмадық. Бәлкім осы қиянат болмаса, ғылымға бейімді жастың өмірі басқаша өрнектеліп, Қанышқа еліктеп өсермеді, кім білсін. Осыдан соң автордың өзімен жолықсам қайтеді деген желік пайда болды. Автордың жазбай кеткен кейбір шындығын өз аузынан естігім келді. 2022 жылдың желтоқсан айында оның да сәті түсті. Астанаға барған сапарымда жазушының немересі үйіне ертіп апарды. Медеу ақсақалдың екі құлағы да ауыр тартады екен. Аты жөнімді сол күйі естіген жоқ.